Күн жүйесіндегі ең үлкен планета Юпитер екенін білесіз бе? Оның алыптығы сонша күн жүйесіндегі барлық планеталардың салмағын бірге алғаннан 2,5 есе ауыр. Дәл қазір біз сіздерге Юпитер туралы керемет фактілер айтатын боламыз. Юпитер күнге 5-ші планета. Марс және Сатурн планеталарының ортасында тұр. Егер сізге жер планетасы орасан болып көрінсе, Юпитердің қасында біздің планетамыз түкке тұрмайды. Юпитерге 1300 жер планетасы сыйып кетер еді. Және ондағы гравитация жер планетасынан 2,5 есе көп. Яғни сіз жер планетасында 100 кг тартсаңыз, Юпитерде сіздің салмақ 250 кг болар еді. Юпитер планетасының атауына келсек, ол Рим мифологиясынан алынған. Рим мифологиясы бойынша Юпитер Сатурн құдайының ұлы болған, және Плутон, Нептун сияқты құдайлардың ағасы ретінде бейнеленеді. Сіздер білетіндей Юпитердің Йо, Европа, Каллисто және Ганимед деген серіктер бар. Бұлардың аттары бекерге қойылмаған. Бұл есімдер Рим мифологиясындағы Юпитер құдайының әйелдерінің құрметіне қойылған. Ашық аспанға қарасаң, Юпитер ол Ай мен Венерадан кейінгі 3-ші жарық объект. Тіпті өте жақсы бинокльмен немесе кішігірім телескоппен Юпитер сыртындағы дискісін көре аласыз. Және дискімен бірге оның ең үлкен 4 серігін де анық байқауға болады. Юпитер өзінің орасан алып формасына қарамастан күн жүйесіндегі ең жылдам планета. Оның өз осын толық бір рет айналып шығу уақыты 10 сағат, ал жер планетасында 24 сағат. Бірақ Юпитер күнді 12 жылда бір айналып шығады. Жер планетасы мен Юпитердің дауылдары бір-біріне ұқсас. Екі планетада да дауылдар 3-4 күнге созылады. Бірақ Юпитерде айлап созылатын дауылдар мен борандар кездеседі. Мұндай дауылдарда міндетті түрде найзағай болады. Мұндай урагандар Юпитерге 15-17 жылда бір рет болады. Және жел жылдамдығы 150 метр секундқа дейін жетеді. Юпитердің 63 серігі бар. Олардың ең үлкені Йо, Европа, Ганимед және Каллисто. Бұларды галилейлік серіктер деп атайды. Өйткені мұны Галилео Галилей 1610 жылы ашқан болатын. Олардың ішіндегі ең ірісі Ганимед, диаметрі 5262 километрге дейін жетеді. Ол тіпті Меркурий планетасынан да үлкен. Ал Йо деген серігі өзінің үлкен вулкандары мен тауларымен танымал. Кейбір тауларының ұзындығы 16 километрге дейін жетеді. 1665 жылы астроном Джованни Кассини Юпитердегі үлкен дақты ең бірінші болып байқайды. Кейін белгілі болғандай, Юпитердің дәл осы жерінде орасан көлемдегі урагандар болатынын астрономдар дәлелдеді. Дәл осы Юпитердің дағына 3 жер планетасы сыйып кетер еді. Сонымен видеомыз бітті. Ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіз. Тағы да айта кетерлігі, біздің арнамыздан өз каналыңызды жарнамаласаңыз болады. Ол үшін тікелей ВК парақшамен маған жеке шығыңыз.